Selam көрермен, менің каналыма қош келдің. Бүгінгі видеода біз Dua Lipa'ның Don't Start Now атты өлеңін қазақшаға аударатын боламыз. Ең бірінші сөз тіркесіміз ол Beautiful 180. Яғни оны сөзбе-сөз аударғанда болды толығымен 180. Ал оның шынайы мағынасына келетін болсақ, ол 180 градусқа өзгерді деген сөз. Ended up ол екі сөзден тұрады және қазақшасы да екі сөзден тұрады. Оның мағынасы болып қалу, болып шығу деген мағынаны білдіреді. Оған мысал, she doesn't remember how we ended up here. Осы жерде қалай болып шыққанымыз оның есінде жоқ. Moved on бұл фразалық етістік және оның мағынасы алдыға ұмтылу деген мағынаны білдіреді. Егер сіздің алдыңыздан move on деген сөз шықса, онда оның мағынасы жалғастыру деген мағынаны білдіреді. At all, at all. Қазақтардың паразит сөзі вообще деген мағынаны білдіреді. Does she know English at all? Нағыз вообще ағылшынша біле ма? Don't show up, don't come out. Don't show up. Don't деген ол do және not сөздерінің қосындысы, яғни ол қысқартылған түрі. Ол do деген істеу, not деген жоқ деген сөз білдіреді, яғни мына жақта істемей деп тұр. Ал show up деген тағы да фразалық етістік, оның мағынасы көріну. Ал екеуін қосып don't show up деп айтатын болса, онда ол көрінбе деген мағынаны білдіреді. Come out келу деген мағынаны білдіреді, яғни don't come out келме деп тұр. Walk away. Walk away. Бұл да фразалық етістік, оның мағынасы walk деген жүру, away алыс, екеуін қоссақ кету. Яғни Dua Lipa кет, жоғал деп тұр жаңа ұлға. Деген ойдамын. Қорытындылай келе, бүгінгі видеода біз өзіміздің ағылшын сөздік қорымызды көбейттік. Яғни осы сөзде қайталасақ, beautiful 180, 180 градусқа өзгерді. Ended up болып қалу, болып шығу. Moved on алдыға ұмтылу, move on жалғастыру. At all тіпті негізінде. Don't істемеу, show up көріну, come out келу, walk away кету. Ендеше мен видео мұна дейін ойдам. Назарларыңызға үлкен рахмет.